сәлем, өте жеңіл обедке тамақ дайындайтын боламыз. Ең алғаш майымызды құйып, етімізді 3-4 минут қуырып алатын боламыз. Қақпағын жауып, пиязымыз бен тәтті бұрышымызды салып, жақсылап тұрып, араластырып қуырып алатын боламыз. Кезекпен жаймендеп сәбізімізді саламыз. Картобымызды салып, жақсылап қуырып аламыз. Томат пастасын салсаңыздар болады, мен салмадым. Тұзымызды салып, суымызды құйып, қойып қоямыз. Кейін бешбармақтың қамырындай болатын етіп, қамырымызды жайып, үстіне май жағып, фаршқа сәбіз араластырып жайып шықтым. Осылай орап, видеодадай кесіп шығамыз. Салмамызды ашып, салмамызды біртіндеп осылай қойып шығатын боламыз. Орташа отта 20-25 минуттай бұқтырып пісіріп аламыз. Өте дәмді әрі жеңіл тамақ. Тағамды әр қалада әр қалай атайды екен. Бізде бұқтырма нан деп атайды, бір қалада штрузель деп атайды. Ал сіздерде қалай аталады, жаза кетіңіздер. Ал бізге ас болсын.